маңызды тақырып болып есептелінеді, және бүгінгі сіздерге вебинарды сілтемені жіберудің өзін осы бір біздің вебинармен байланыстырайық деген бір ой болды. Әлеуметтік қызметкерлер адаммен жұмыс істейтін болғаннан кейін, және оған келіп түсетін ақпарат үнемі тез өзгеріп тұратын болғаннан кейін, бұл стресске өте жақын стресске алып келуі мүмкін. Бүгінгі біздің таңертең жіберген сілтеме сияқты аяқ асты сіз күтпеген, жоспарламаған кезде болып қалатын дүниелер бізді стресстік күйге түсіреді. Егер біз үнемі сол стресстік күйде өмір сүретін болсақ, сол стресспен өзіміз күресе алатын, не болмаса кез келген стрессті жеңе алатын өзіміз бір стратегияларды қолданбайтын болсақ, бұл ертең біздің кәсіби күйіп қалуға алып келуі мүмкін. Сол себептен әлеуметтік қызметкер адамдармен, одан кейін қиын өмірлік жағдайға түскен адамдармен жұмыс істейтін болғаннан кейін, кәсіби күйу тақырыбын сіздерге жеке вебинар ретінде берейік деп жөн көрдік. Және бүгінгі вебинардан сіздер көбінесе практикалық ұсыныстар алатын боласыздар. Кем дегенде біреусін қолдансаңыздар, сіздер стресске деген төзімділігіңізді жоғарылататын боласыздар деген ойдамын. Енді сіздерге мынандай бір сұрақ болып тұр. Бағана сіздерге таңертең вебинар туралы басқа уақытта біз бір күн, не болмаса 3 күн бұрын хабарлаймыз ғой, ал бүгін аяқ асты, бүгін сағат 10-да деген хабарлама келген кезде сіздердің сезімдеріңіз, эмоцияларыңыз қандай болды, еске түсіріп көріңіздерші. Орысша қатысушылар бар болса, что вы почувствовали, когда сегодня вдруг резко пришло сообщение о том, что у нас сегодня запланирован вебинар? Чатқа жазсаңыздар болады, микрофонды қосып айтсаңыздар болады. Қандай күйде, қандай сезімде болдыңыздар? Так. Иә, расымен де енді сіздер мына жерде қазір бірден айта салуға қиын да болып тұрған шығар. Бірақ адамға күтпеген кезден қандай да бір дұрыс қабылдамадым дейді Кенже. Жақсы, рахмет. Тағы, яғни бір тітіркену сезімі болуы мүмкін, иә, раздражение, жұмысым көп еді, одан да тағы да осыған қатысу керек деген сияқты сезім пайда болуы мүмкін. Это қалыпты жағдай, ол норма. Егер сіз ондай реакция бермесеңіз, онда басқа тұстан қарастыру керек болады. Жақсы, Кендия ханым, рахмет сізге. Әріптестер, тағы кім қандай сезімде болды, бөлісіп кетсеңіздер. Себебі бұл ситуацияның өзі біздің бүгінгі вебинардың тақырыбына тікелей байланысты. Себебі әлеуметтік қызметкер үшін осындай сәттер жиі болып тұрады. Күтпеген, ойламаған жерден қандай да бір іс-шаралар, не болмаса біз тіпті ойламаған нәрселер болып кетуі мүмкін, және соның бәрі бізді стресске алып келуі мүмкін. Біздің жұмысымыз стресспен тікелей байланысты болғаннан кейін, біз кейде жеке өмірімізбен жұмысымызды бірлестіріп, қосып алуымыз мүмкін. Мысалы, жеке өмірімізге қатысты мәселелерді жұмыс барысында талқылап, не болмаса уайымдап деген сияқты. Және жұмыста болып жатқан дүниелерді жеке өмірімізге, тіпті отбасымызға, жолдасымызға, не болмаса балаларымыздың қасында осы жұмыста болып жатқан нәрселердің әсерінен алып жатқан сезімдерімізді, жағымсыз сезімдерімізді балаларымызға, не болмаса отбасымызға әкелуіміз мүмкін. Кейде үйде бір мазасыз, тітіркеніп, ашулы болып жүретініміз, бұл жеке өмірімізге қатысты жұмыста болып жатқан дүниелерді жеке өмірімізге алып келген кезде осындай сәттер болып жатады. Енді бұнымен не істейміз? Біз бәріміз адам болғаннан кейін бұндай сәттерден ешкім қашып құтыла алмайды.
көп мамандар бастапқы сәтте үнемі жұмысында болып жатқан нәрселерді жаңағы өзі уайымдайтын, қандай да бір отбасына қатысты бір уайымы болатын болса, сол туралы отбасында жаңағы талқылауы мүмкін, соған отбасына қарағанда көбірек уақыт бөлуі мүмкін. Сондай нәрселермен не істеуге болады деген сұрақтарға жауап беру үшін ең алдымен біз кәсіби, не болмаса эмоционалдық күйі дегеніміз не, оны қалай түсінетіндеріңіз туралы айтып, не болмаса жазып кетсеңіздер. Өңірлік жаңағы супервизия кезінде бұл тақырыпқа біз назар аударған болатынбыз, иә. Бәріміздің жаңағы ой талқы, миға шабуыл инструменттер арқылы не екенін жаңағы қарастырғанбыз. Енді қазір сіздер естеріңізге түсірсеңіздер, кәсіби эмоционалдық күйі деген не, қалай түсінесіздер сіздер? Микрофон қоссаңыздар болады, чатқа жазсаңыздар болады. Бұл нәрсемен күресу үшін, бұған төтеп беру үшін біз алдымен бұл не екенін түсіну керекпіз, иә? Саламатсыз, Назира апай, қалайсыз? Мен эмоционалды күйу дегенді, мысалы бізге бір клиент келеді ғой, сол клиентпен мысалы эмоция аламыз ғой, сол эмоцияны шығарып тастамасақ, іштей өзіміз күйетін сияқтымыз, солай сияқты менің түсінігім бойынша. Рахмет сізге көп жақсы пікіріңізге. Тағы кім қалай ойлайды, әріптестер? Жақсы. Әлі де бір ойлар келіп жатса, чатқа жазып кетіңіздер, әріптестер. Иә, бізде уақыт тығыз болғаннан кейін мен сіздерді күтіп отыра алмайтын болып тұрмын. Бөлісіп жатқан әріптестеріме көп рахмет, ризашылығымды білдіремін. Иә, расымен де эмоционалдық күйі дегеніміз бұл қандай да бір адамның күйі. Бұл эмоционалдық күйі дегеніміз, бұл біз көп уақыт бойы стресстік жағдайда жұмыс істейтін болғаннан кейін, біздің отбасыларымыздың бәрі жаңағы жағымсыз жағдайда, иә, қиын өмірлік жағдайда өмір сүріп жатқаннан кейін, олардан неше түрлі негативті ақпаратты аламыз. Сонымен қатар бізде ондай отбасы жалғыз емес, оның бірнеше отбасымен бір уақытта жұмыс істейтін болғаннан кейін, бұның бәрі біздің жаңағы неше түрлі сезімдерімізге алып келуі мүмкін. Және бұл былайша айтқан кезде әлеуметтік жұмыстан шаршау, әлеуметтік жұмысқа деген немқұрайлы қарау жұмысыңызға, иә, не болмаса жаңағы бір өзіңізді шаршаңқы, бір мазасыз, раздражительный болады ғой, иә, адам іштеңкеге жаңағы бір қызығушылықпен, не болмаса қандай да бір бақыт сезіммен қарай алмау кезеңі. Әрбір адамның өмірінде бұндай сәттер болады. Яғни жаңағы менің қазіргі өмірім маған бір рахат, не болмаса жаңағы бір бақыт сыйламаған кезде, кез келген сәтті мен бір жағымсыз тұсынан ғана көретін кезде, менің бойымда мүмкін эмоционалды күйу кезеңі синдромы бар шығар деген бір жаңағы ой пайда болу керек. Жалпы эмоционалдық күйі дегеніміз, ол кез келген адамның, кез келген жаңағы маманның алдынан кездесетін бір жағдай. Бұл адам жұмысқа беріліп жұмыс істегеннен кейін, жұмыста неше түрлі факторлар әсер етеді, ол туралы қарастыратын боламыз, иә. Соның салдарынан пайда болатын шаршау, құлдырау десек те болады, иә. Бірақ көбінесе эмоционалды күйу жаңағы синдромы адаммен адам жұмыс істейтін мамандықтарда жиі кездеседі екен. Яғни жаңағы адаммен техника жұмыс істейтін мамандықтар бар, иә, адаммен не болмаса жаңағы басқа да тараптар жұмыс істейтін мамандықтар бар, бірақ көбінесе адаммен адам жұмыс істеген кезде, ақпарат алмасу болған кезде, коммуникацияға түскен кезде, ол адамның жаңағы бізге беретін эмоционалдық тұрғыдан, не болмаса вербалдық тұрғыдан ақпаратын алған кезде, біз эмоционалды, не болмаса кәсіби күйюге ұшырауымыз мүмкін екен. Қазір әріптестер, сіздерге мынандай тапсырма. Эмоционалды, не болмаса кәсіби күйюге шалдығатын адамдар, ол жаңағы не үшін олай болады деген бір себебін қарастыратын боламыз. Мына жерде сіздерге 5 маңызды дүние жазылған, иә, әр адамның өмірінде маңызды нәрселер бар. Ол отбасы, балалары, жұмысы,
ақша, бәріміз табыс үшін, ақша үшін жұмыс істейміз, ол жаңағы жасыратын нәрсе емес, иә. Ақша біздің базалық қажеттіліктерімізді қанағаттандыру үшін керек. Сол себептен қазір сіздерге бір параққа осы берілген сөздерді, дүниелерді жазып, әрқайсысына нумерация қойып шығу керек. Мен үшін бірінші орында не? Мысалы, сіз үшін отбасы болуы мүмкін, біреу үшін балалары болуы мүмкін. Вам нужно расставить, мүмкін орыс тілде жаңағы жақсы қабылдайтын қатысушылар бар шығар. Вам нужно расставить приоритет. Что для меня самое важное из этого списка на первом месте? То есть возле, например, работы поставить это 1, возле семьи поставить 2. Мен үшін қайсысы ең бірінші орында? Қайсысы маңызды? Маңыздылығы бойынша орынға жаңа шектеп шығамыз, иә, әріптестер? Кім дайын? Саламатсыз ба, Назира? Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Жақсы, Марал. Сәтті болсын. Бәрімізге де. Мен былай жасадым. Мысалы, бұл 5 сұрақ бойынша мен өзімді бірінші қойдым. Себебі мен өзім күйім қалыпты деңгейде болмаса, өзімді жақсы сезінбесем, мен не отбасыма да, балаларыма да, жұмысқа да қарай алмаймын, ақша таба алмаймын. Екінші орынға мен отбасымды қойдым. Отбасымда береке болса, мықты болса, балаларым, жолдасым бәрі бір-бірімен қарым-қатынас жақсы болса, онда жақсы деңгейде. Балаларымды үшінші орынға қойдым. Балаларым жақсы отбасында тәрбиеленеді. Төртінші орынға мен жұмысты қойдым. Жұмысыма деген қызығушылығым жақсы болса, яғни мен жақсы ақша таба аламын. Бесінші орында ақша. Жақсы, рахмет, Марал апай. Жалпы ақша бірінші орында болмағаннан кейін сіз әлеуметтік салада жүрсіз ғой. Егер ақша бірінші орында болса, сіз үшін онда сіз басқа салада болар едіңіз. Әлеуметтік салада жұмыс істейтін адамдардың бір керемет несі айтып кететін, эмпатия деңгейі өте жоғары болады. Басқа адамның күйін бірден жаңағы сөз айтпас бұрын түсіне аламыз. Ол өте сондай маңызды бір біздің ерекшелігіміз десек те болады, иә? Сөзбен емдей алатын мамандық десек те болады әлеуметтік қызметте, иә? Жақсы, Марал апай, бөлісіп кеткеніңізге рахмет. Біз ақшаны бір орынға қойған кезде күйіп кететін сияқтымыз. Өте дұрыс айтасыз, иә, Марал ханым, тәжірибеңіз, өмірлік тәжірибеңіз бар екені көрініп тұр, иә? Өте дұрыс айтасыз. Негізінде адам мына жерде ақша, жұмыс, тіпті отбасы және балаларын да бірінші орынға қойған кезде ол эмоционалдық күйге тап болады екен. Әр адам үшін өмірінде маңызды, ең маңызды нәрсе, ең маңызды дүние деп айтатын ол өзі болу керек екен. Мен өзім бар болған кезде, менің жаңағы жағдайым жақсы болған кезде, Марал апай дұрыс айтады, иә, менің жағдай күйім жақсы болған кезде, қалғанның бәрі жақсы болады. Өзімізде жаңағы өмірде де байқаймыз ғой, титтей суықтанып, жаңағы гриппен ауырсақ, ештеңке керек емес болып қалады. Үйде берекет кетеді ғой бәрі. Бөлісе беріңіз, Марал апай. Мен үшін осылай болды енді. Бірінші мен өзімді қойдым. Өзімді дұрыс, өзіме қарауым керек, өзімнің психологиялық жағдайым жақсы болу керек, жан-жақты. Сонда мен балаларыма, отбасыма да қараймын, жақсы жұмыс жасаймын, ақшамда берекеті болады. Жақсы ақша табуға жұмыстанамын. Керемет. Рахмет, Марал апай. Жалпы мына жаттығуды жандырып жібердіңіз, шыны керек. Рахмет. Әріптестер, егер сіздер мына жаттығу барысында өзіңізде емес басқа нәрсені мына жерде көрсетілген, иә, кейбір әріптестеріміз бар, отбасым, мен үшін балаларым өте маңызды деп қоятын. Ол енді сіздің жасағаныңыз қате деп айтпаймыз. Әркімнің қабылдауы, ойы әртүрлі, бірақ эмоционалдық тұрғыдан күйіп кетпес үшін сол отбасыңызға расымен де өзіңізде бар бүкіл мейіріміңізді, махаббатыңызды бере алу үшін сіздің өміріңізде ең бірінші орында өзіңіз тұру керексіз. Сіздің денсаулығыңыз, сіздің эмоционалды жай күйіңіз, психологиялық күйіңіз, сіздің жаңағы қарым-қатынастарыңыз, соның бәрі ретте болған кезде, сіздің де отбасыңызда да, балаларыңызда да, жұмысыңызда да, тіпті
қаражат жағынан да бәрі жақсы болады. Ал егер біз басқа нәрсені бірінші орынға қоятын болсақ, онда біз эмоционалдық күйюге өте жаңағы үлкен тәуекелде тұрамыз, иә, қаупі жоғары болады біз үшін, және сол күйге түсіп кеткеннің өзінде өз-өзімізге көмектесу өте қиын болады. Себебі біз үнемі бірінші орынға өзімізді емес, басқа нәрселерді қойып жүргенбіз. Келесі сіздерге бір жаттығу, осы жаттығулар арқылы біз тақырыптың негізгі бөліміне өтетін боламыз, иә. Мына жерде сіздерге мынандай тапсырма, жаңағы параққа астына болсын, басқа жеріне болсын, 10 сатыдан тұратын жаңа баспалдақты бейнелесеңіз. Лестницу из 10 ступенек. 10 сатыдан тұратын баспалдақты бейнелеп шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп. Астына жазып қойсаңыз болады. Жақсы. Енді осы 10 сатының қайсысында сіз тұрсыз, өзіңізді белгілеңіз. Өзіңіздің өз-өзіңізді сезінуге, өзіңізді қабылдауға байланысты, өзіңізді қай жерге орналастыратын едіңіз. Где вы расположили себя? Чатқа құры жаңағы санды жазып кетсеңіз болады. Мен 5-шіде тұрмын, не болмаса 3-шіде тұрмын, не болмаса 10-шыда тұрмын деп, иә. Марал апай, бөліскіңізге. Мен өзімді 7-ге қойып тұрмын. Мысалы мен психикалық және әр адам өзінің психикалық және физикалық денсаулығына мән бермей, оны қалыпты екеуін теңбе-тең ұстамаған жағдайда, ол мүлдем алға қарай қадам баспайды. Мен өзімді қазір осы жағдайымды 7-ші сатыға қойып тұрмын. Осы тепе-теңдікті осы жерде ұстап тұрмын деп. Керемет, жақсы, рахмет. Кендия ханым 9 деп бөлісіп жатыр чатқа. Тағы да әріптестер жазып жатыр. Мына жерде көре салайын. Марал апай, микрофоныңызды қосып бөлісіп жатқаныңызға рахмет. iPhone атын өзгертіп, әріптесіміз 5-ші саты деп жазып жатыр. Иә, расымен де бұл жаңағы өз-өзін бағалауға қатысты бір осындай кішігірім жаттығу, иә. Егер адам өзін 1-ден 4-ші сатыға орналастыратын болса, ол өзін-өзі бағалауы төмен деңгейде деген сөз. 5 пен 7-ге қоятын болса, орташа деңгейде деген сөз. 8 пен 10-ға қоятын болса, жоғары деңгейде деген сөз. Енді мынау әлеуметтік салада біз өз-өзімізді төмен деңгейде бағалайтын болсақ, және тым жоғары деңгейде бағалайтын болсақ, біз эмоционалдық күйюге өте бейім боламыз. Неге? Себебі кейде жұмыс барысында біздің жұмысымызды, біздің көзқарасымызды біз сияқты бағаламайтын сәттер болып қалуы мүмкін. Ол отбасы тарапынан болуы мүмкін, әріптестер тарапынан болуы мүмкін, серіктестер тарапынан болуы мүмкін. Сол себептен төмен деңгейдегі бағалауы жаңағы әріптестеріміз, олар өте жоғарғы қауіпте болады. Жоғарғы деңгейдегі жаңағы өз-өзін бағалауы жоғарғы деңгейдегі әріптестерімізде жаңағы осы қауіптің жоғары деңгейінде болады екен. 7 мен 8, яғни орташа, өз-өзін орташа деңгейде бағалайтын әріптестер, сіздер эмоционалдық күйюден бір саты төмен тұрасыздар, бірақ та бәрібір жаңағы оның қаупі мүлдем жоқ деп айтуға болмайды. Яғни бұл әріптестеріміз бөлісіп жатыр, 7-8 деп. Рахмет белсенділіктеріңізге. Яғни бұл өз-өзімізді қабылдаумен өте тығыз байланысты. Және біз жұмыс істеген кезде де осы инструменттерді сіздер өздеріңіздің отбасымен жұмыс істеген кезде қолдансаңыздар болады. Яғни ата-ана үшін сіз өзіңізді қай орынға қояр едіңіз? Және қай жерде тұрсыз деген жаңа сұрақтар қою арқылы анасы, не болмаса әкесі өзін қалай қабылдайды деген сұраққа жауап береміз. Яғни соның нәтижесінде біз мынандай қорытындыға келеміз, иә? Өз-өзін төмен бағаласа, өзін демек жоғарғы жаңағы өзін қабылдауы төмен болатын болса, бұл отбасы балаға қаншалықты жаңағы әлеуметтенуге, одан кейін жаңағы кез келген өмірдің қиын жағдайына төзімді болуға осындай көзқарас, пікір бере алады деген қорытындыға келеміз, иә? Яғни мен өзімді,
жоғарғы жаңағы неге қоятын болсам, иә, ең бірінші мен үшін мен маңыздымын. Сонымен қатар менің өз өзімді бағалау деңгейім, иә, мен қате жасауға құқығым бар, мен қателесуім мүмкін, мен кейде бірдеңкелерді дұрыс жасамауым мүмкін деген сияқты, ол қалыпты жағдай деген сияқты өз өзімді қабылдайтын болсам, мен тура сол күйді өзімнің балаларыма да жаңағы бере аламын. Ал егер мен өзімді емес, ақшаны, жұмысты және басқа заттарды бірінші орынға қойып, солар үшін өмір сүріп, солар үшін жаңағы қандай да бір нәрсе жасайтын болсам, сонымен қатар менің өз өзімді бағалауым төмен не жоғары деңгейде болатын болса, бұл кез келген стресстік жағдайда менің бойымда неше түрлі жаңағы ашу, ыза, не болмаса жаңағы санасу деген сәттерді тудыруы әбден мүмкін. Қазір әріптестерге, сіздерге мынандай бір тапсырма. Бұл тапсырма сіздер үшін бір түрлі сияқты көрінуі мүмкін, бірақ ол қалыпты жағдай. Себебі біз өмір барысында мен не сезініп тұрмын деген сұрақты өзімізге өте сирек қоямыз. Кейде жаңағы кейбір стресстік жағдайлар болған кезде де қандай тіпті бізде эмоция, қандай сезім екенін сол сұраққа жауап бере алмаймыз. Кейде жаңағы ашуланып, жолдасымызбен, не болмаса әріптесімізбен бір конфликтке түсіп жатамыз, бірақ түптің түбінде не мені ашуландырды, не үшін мен осындай жаңағы мінез құлыққа жол бердім деген сұраққа жауап іздеген кезде, біз кейде жаңағы оның түбінде қандай да бір эмоция жатқанын білмей де қаламыз. Сол үшін қазір сіздерге мынандай тапсырма: ыңғайланып отырып, аяқ қолымызды түзу қойып, иә, бір-біріне жаңағы айқастырмай, қолымызды тіземіздің үстіне қоямыз, арқамызды орындық не диванда отырсаңыз, арқаңызды сүйеп, жаңағы 3 рет терең демаламыз. 1, 2, 3. Енді әріптестер, сіздің дәл қазіргі сәтте мына ішіңізде көкірегіңіз болсын, басыңыз болсын, иә, көзіңіз болсын, қай жерде менің ішімде қандай түс, сол түсті жаңағы байқап көруге, сезініп көруге тырысайық. Какой цвет у меня внутри? Попытаться разглядеть дәл қазір сіздің ішіңізде қандай түс. Бірден қолдан келмеуі мүмкін. Себебі біз бұл жаттығуды жасап бастаған кезде біздің миымыз бұл ми үшін жаңа зат қой. Ол жаңағы ми бір қалыпқа келіп, расымен де жаңағы рационалды түрде жұмыс істеп бастау керек. Қандай түс деп жаңағы біраз күшін жұмсау керек. Сол үшін мида жаңағы қандай да бір нейрондық нелер, байланыстар, олар айтады, қайдағы нәрсені не жасап жатсың, керек емес, жаңағы неше түрлі сол нәрсені жасамауға деген ойларға алып келеді. Бәрібір оны көре алмайсың, болмайтын дүние деген сияқты. Ол кез келген жаңа бір нәрсені бастаған кезде біздің бойымызда андай нелер болады ғой, иә, ойлар болады. А вдруг болмай қалсашы, мен қолымнан келмей қалсашы, ертең деген не болады деген сияқты. Тура сол нәрселерді біздің миымыз бізге ой ретінде жібереді. Себебі біз жаңа бір нәрсені үйренгіміз келсе, жаңа бір нәрсені бастағымыз келсе, ол ми үшін өте үлкен жаңағы жұмыс кезеңі. Иә, ми кәдімгідей отырып жұмыс істеу керек. Кез келген бір жаңа дағдыны алу үшін, қалыптастыру үшін, жаңа нәрсені үйрену үшін, это, былайша айтқан кезде, орысша айтқан кезде, это большая работа для мозга. Миымыз үшін өте үлкен жұмыс. Ал ми ол біздің ағзамыздағы ең жалқау орган десек те болады, иә? Себебі ол бәрін жаңағы Жанат ханым бөлісіп жатыр. Іле ауданынан әріптес, сәлеметсіз бе? Жасыл, сары, розовый араласып тұр дейді. Керемет, байқай алсаңыз керемет. Әріптестер тағы кім қандай түс көре алды? Может, жаңағы бір араласы болған шығар, Жанат ханымда сияқты. Розовый болып тұрмын деп жатыр Юлия ханым. Жақсы. Тағы кім қандай түс көрді әріптестер? Чатқа бөлісе берсеңіздер, бұл жаттығуды жалпы кез келген бір стресстік жағдайда жасыл, күлгін, қоңыр деп жазып жатыр әріптестер. Керемет. Рахмет.
жаңағы үңіліп, өз-өзіңіздің ішіңізде қандай түс екенін байқап көргендеріңіз үшін, сол жаңағы әрекетті жасап көрген үшін. Себебі бұл бізге сары деп бөлісіп жатыр әріптестер. Бұл ең алдымен біздің эмоционалдық күйімізді өз-өзімізге түсіруге көмектесетін осындай бір кішігірім жаттығу. Яғни кез келген эмоция өзінің түсі бар, иә? Дәл қазіргі сәтте сіз қандай түсті белгіледіңіз, чатқа жазып кеткеніңіз үшін рахмет. Қазір біз оны талқылайтын боламыз. Енді қазір сіздерге мынандай тапсырма. Экранда неше түрлі сөздер шығады. Соған байланысты бойыңызда қандай түс шығады екен, соны жаңағы өзіңіз байқап көрсеңіз, чатқа жазуға міндетті емес, жай ғана өзіңіздің қолыңыздағы жаңағы блокнотқа, қағазға жазсаңыз болады, не болмаса жай есіңізде сақтасаңыз болады. Мына сөзбен мынандай түс менде ассоциация болды деп. Ал кет. Мына сөзге қандай түс пайда болады ішіңізде? Какой цвет появляется у вас внутри, когда вы видите это слово или представляете это? Есте сақтап жазып отырсыздар деген ойдамын. Керемет. Сіздерге 4 сөз берілді. 4-еуі де адамның өмірінде өте маңызды нәрсе. Так, жақсы. Әріптестер де бөлісіп жатыр. Қоңыр, сары түс деп. Жақсы. Енді жаңағы түстерді жазып, не болмаса есте сақтасаңыздар, мен сіздерге мына жерге осы түстердің расшифровкасын беремін. Қандай түс пайда болса, ол қандай эмоционалдық күй деген сөз. Енді мына жерде өздеріңізде оқып тұрсыздар, иә, сіздермен бірге жарысып оқуымның қажеті жоқ деген ойдамын. Бұл базалық түстерге қатысты базалық эмоционалдық күйлер. Бірақ енді біздің жаңа әріптестердің өзі бөлісіп жатты, иә, қызғылт, розовый, жаңағы неше түрлі түстерді айтып жатты. Әр түстің өзінің оттенегі бар, иә. Тура сол сияқты спектр эмоций деген инструмент бар. Сол арқылы мен өзім дәл қазір қандай түсті сезініп тұрмын ішімде, және сол қай эмоцияға сәйкес деген дүниені жаңағы күнделікті тәжірибеңізде қолданып жүретін болсаңыз, сіз жиі қай эмоцияны сезінетініңізді түсіне бастайсыз. Ал егер біз қай эмоцияны сезініп тұрғанымызды түсіне бастасақ, онымен жұмыс істеу әлде қайда жеңіл. Кейде біз жаңағы ашу, ыза, не болмаса жаңағы конфликт туындаған кезде біз ойлануымыз мүмкін, мен просто оған жыным келіп кетті, ашуланып кеттім. Ал оның түбінде кейде жаңағы неше түрлі қорқыныштар, не болмаса шаршау, не болмаса жаңағы кейде көре алмастық та жатуы мүмкін. Біз адамбыз ғой, әрқайсымыздың бойымызда ондай дүниелер болады. Сол себептен спектр эмоций деп жаңағы іздесеңіздер, бұл күнделікті тәжірибеңізде қолданып жүретін өте жақсы бір инструмент. Кез келген клиенттен кейін, кез келген мысалы жағдайда, өмірдегі жағдайда, иә, автобусқа үлгермей қалдыңыз. Сол кезде жаңа бойыңызда қандай да бір сәттер болуы мүмкін. Іште, иә, алай-дүлей болып жатады. Ішім біртүрлі болып тұр деп айтамыз ғой, иә. Сол кезде қандай түсті сезініп тұрмын деп, қай эмоция екенін бірден жаңағы білуге болады. Ал қай эмоция екенін білсек, оны бойымыздан шығарып тастауға, оны жаңағы бойымыздан конструктивті түрде шығаруға біз дағдылана аламыз. Біз көбінесе кез келген эмоция қандай екенін сезіне алмаймыз, білмейміз. Одан кейін онымен күресудің жолын да білмейміз. Мысалы, ашуланып тұрсақ, сол ашуымызды қасымыздағы балаларымыздан алуымыз мүмкін, иә, оларға ұрсып, не болмаса жаңағы бір сәттер болады жағымсыз, иә, ол баланың өміріне өте үлкен әсерін қалдыруы мүмкін. Кейде жаңағы мынандай сәттер болған менің практикамдағы жағдайымда. Мамам жұмыста басқаша, үйде басқаша. Жұмыстағы жаңағы балаларға басқаша сөйлейді, балалармен жұмыс істейтін болса, иә, сондай сәттер болған. Мұғалім кісілермен жұмыс істеген кезде. Ал үйде бізге жаңағы басқаша бір көзқараспен ашуланады, ұрсады деген сияқты сәттер болған. Иә, бұл әрине балаға да өте үлкен әсерін тигізеді. Әсіресе әлеуметтік салада жұмыс істегеннен кейін біз көп
негативпен жұмыс істегеннен кейін бұл негативтің бәрі бойымызда қалады. Кейде эмоциямыздың бәрі осы негативті тұрға ауысып кетуі мүмкін. Сол себептен біз бұлармен жұмыс істеу керекпіз. Егер үнемі сол ситуацияда жүре беретін болсақ, онымен ешқалай күреспейтін болсақ, өз-өзімізге ешқандай көмектесу бір стратегиясын қолданбайтын болсақ, біз кәсіби күйюге шалдығамыз. Кәсіби күйю дегеніміз созылмалы күйзеліс аясында дамитын және жұмыс істейтін адамның эмоционалдық, энергиялық және жеке ресурстарының сарқылуына әкелетін жағдай. Яғни үнемі депрессиялық, күйзелістік жағдайда, стресстік жағдайда жүргеннен кейін біз депрессияға шалдығуымыз мүмкін. Депрессия дегеніміз не? Депрессия дегеніміз бұл адамның миының ауруы. Адамның ағзасы өз-өзін ретке келтіруге, не болмаса регенерация дейміз, сондайға алдын ала бағдарламасы жазылып қойған. Запрограммировано тело человека на регенерацию, былайша айтқан кезде. Мысалы, қолымызды кесіп алсақ, пышақпен, не болмаса басқа бірдеңкемен, ол уақыт өте келе ештеңке жасамасақ та өзі жазылып кетеді, тыртық болып қалуы мүмкін, бірақ алайда өз-өзіме жазылып кетеді. Бала кезімізде де талай құладық, тіземізді жарақаттадық. Сонда да біздің ағзамыз өз-өзін емдеу, ретке келтіру деген сияқты функциясы бар. Ал оның бәрін жасайтын біздің миымыз. Себебі ол бүкіл ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне жауап береді. Әр титтей бір тамырдың да несіне жауап беретін ми. Ал депрессия дегеніміз ол мидың стресстік жағдайларға көп кездескеннен кейін кері реакциясы десек те болады. Бұл яғни мидың ауруы. Егер біздің командиріміз, миымыз ауыратын болса, ол депрессияға шалдыққан болса, ол неше түрлі жағымсыз ойларға бейім болатын болса, ол бүкіл ағзаға деген өз-өзін ретке келтіру, емдеу деген сияқты функциясынан айырылып қалуы әбден мүмкін. Сол себептен де біздің ағзамызда неше түрлі созылмалы, не болмаса өзіміз күтпеген бір аурулардың түрлері, симптомдары, не болмаса өзі де байқалып пайда болуы да мүмкін. Сол себептен стресстік жағдайларға төзімді болу керекпіз, өз-өзімізге көмек көрсете білу керекпіз және депрессиядан алшақ болу керекпіз. Егер біз сондайды байқасақ, бірден өз-өзімізге көмектесетін стратегия жолдарын қарастыру керекпіз. Енді күйіп қалу, выгорание дейді ғой, синдромына қандай белгілері жатуы мүмкін? Қалай біз өзіміздің бойымыздан, мына жұмыстан, жалпы осы болып жатқан жағдаяттардан шаршағанымызды қалай байқасақ болады? Сол туралы чатқа жазып кетсеңіздер болады, өз ойларыңызды. Ал мен сіздерге жалпы осы белгілері 3 түрге бөлінетінін айтып кеткім келеді. Ең алдымен бұл психологиялық. Бұл біздің миымыз, біздің ағзамызға өзі күйіп жатқанын, шаршап жатқанын, неше түрлі ашу, кез келген ситуацияларға ашулану, бұрында ондай ашуланшақ болмауымыз мүмкін, фрустрация арқылы белгі береді. Одан кейін адам өзінің қадірін кетіреді, не болмаса өзіне деген сенімділігі жоғалады, басқа адамдар сенің қолыңнан келеді, сен жасай аласың десе, өзіміздің ішімізде бір не болуы мүмкін, әріптестердің сообщениесі келіп жатыр, мен кішкене қазір. Өздеріңізде чатты ашып, қарап отырсаңыздар болады, әріптестердің пікірін. Айқайлау, ешкімге сөйлемей қою, үнемі айналаға ренжіп жүру, шаршап жүру, жек көрінішпен қарау деп бөлісіп жатыр атамекен балалар ауылындағы әріптестеріміз. Өте дұрыс айтасыз, расымен де адам осылай күйіп жатқанын психологиялық белгілерін береді екен. Одан кейін басқаларға өзінің білетін үйретуден қашу, мысалы жаңа маман келетін болса, жас маман келетін болса мекемеге, сен осыған үйрет, осы сіз сияқты маман болсын десе, қойшы, неге мен, не болмаса мені қоймаңдаршы деген сияқты қашқақтау болуы мүмкін. Одан кейін міндеттерімізге салғыртпен қарау сияқты сәттері болуы мүмкін. Үнемі кінәлілік сезім, жұмыс барысында басқа жерде бірдеңке болса, өзіңді бір кінәлі сияқты сезініп тұрасың. Мазасыздану, депрессия, тұнжырау деген сияқты сәттер болуы мүмкін. Көңіл күйіміздің күрт өзгеруі,
жиі ауысып тұру, жаңа әріптестеріміз бөлісіп жатыр, иә. Одан кейін кез келген бір нәрсе болатын болса, сізге таныс емес, не болмаса жаңашыл бірдеңке болатын болса, оған деген сәтсіздік сезіммен қарау. Яғни ертең вебинарлар болады екен, вебинарда осындай ақпарат береді екен десе, ой, одан пайда бар дейсің ба? Ой, ол жаңағы жұмыста мынандай инструментті қолданайық, басқа жаңағы әріптестеріміз қолданып жатыр екен десе, одан бәрібір түк шықпайды, ештеңе өзгермейді деген сияқты ойдың болуы, бұл кәсіби күйу синдромының психологиялық белгілеріне жатады екен. Одан кейін ең мынандай жаңағы жиі кездесетіні болашаққа қарап үрейлену. Бүгін мынандай болып жатыр, ертең түбі не болады деген сияқты ойлар болуы әбден мүмкін. Бұл біздің ағзамыз психологиялық тұрғыдан бізге белгі беріп жатыр, иә, сен күйіп бара жатсың, бастапқы бір сатыларында тұрсың деп. Егер біз бұл сәттерге назар аудармайтын болсақ, біздің бойымызда мінез құлық өзгерістер пайда болады. Біз жиі эмоционалдық қысымды сезінеміз, иә, бір түрлі болып тұрмын, жаңағы ішім алай-дүлей болып тұр, бірдеңкені сезіп тұрған сияқтымын деген сияқты сәттер болады. Жаңағы әріптестер айтып жатыр, ешкіммен сөйлеспей қою деп, достарымен және отбасынан оқшаулану, иә, жалғыз болғанды қалау, сөйлегім келмейді, ешкіммен сөйлескім келмейді деген сәттердің болуы. Үнемі кешігіп жүру, не болмаса міндеттеріне салғырт қарау, ұмытып кетіппін, есімнен шығып кетіпті, жаңағы тіпті оны маңызды деп ойлаған жоқпын, не болмаса оны басқалар істей салады деген ойда болғанмын деген сияқты сәттер болуы мүмкін, иә. Сыншылдықтың төмендеуі, яғни ең бірінші өзімізге жаңағы өзіміздің жұмысымызға, өзіміздің өмірімізге сын беретін адам ол өзімізбіз. Біз жаңағы ел не дейді емес, өзім үшін мен қандай болдым, қандай армандарым болды, қандай мақсаттарым болды, қазір қандай деңгейдемін деген сұрақтарды қойып тұру керекпіз өзімізге. Және осы сұрақты қойған кезде позитивті өзгерістерді табуға тырысу керекпіз. Я, бұрын мен мынаны білмегенмін, қазір енді мынаны білемін деген сияқты сәттерді титтей бір жаңағы нәрсені үйренсеңіз, соның өзін бір жетістік ретінде өзімізге көрсетіп тұру керекпіз. Мына мінез құлықтық синдромнан жаңағы белгілерін жеңіп шығу үшін, иә. Одан кейін не болады? Ден қоя алмау, кез келген бір оқу, не болмаса жаңағы клиентпен сөйлескен кезде бір 2 минут тыңдайсыз да, одан кейін ойыңыздың бәрі басқа жаққа кетіп қалады, иә. Анау мәселені не істесем екен, мынау бүйтіп жатыр, мынаны бүйту керек еді деген сияқты неше түрлі басқа ойлар пайда болады. Жаңағы кез келген ақпаратты біз зейінмен тыңдай алмаймыз. Уайымның көбеюі. Жаңағы бәрі жақсы болса да, біртүрлі бір уайымның бойымызда болуы. Одан кейін неше түрлі тәуелділіктерге бас бұру, ол алкогольді жиі тұтыну, не болмаса жаңағы темекі шегу, не болмаса жаңағы ұйқысыздықтың әсерінен тыныштандыратын, не болмаса ұйықтататын препараттарды қолдану деген сияқты сәттер көбейе бастайды екен. Жалпы адамдармен сөйлесудің өзі қиынға түсе бастайды. Басқа адамдардың арасында болғыңыз келмейді. Мысалы, бір жерге шақыратын болса, құрбыңыз, не болмаса жақын бір адамыңыз, ол жерде кім болады, кім келеді деп жаңағы сұрайтын сәттеріміз болады ғой, иә. Осы кезде біздің мінез құлқымыз арқылы біз кәсіби күйюге шалдығып жатқанымызды белгіленеді екен. Шын мәнінде жаңағы күймеген, эмоционалдық тұрғыдан күймеген адам басқа адамдармен қарым-қатынасқа түсуге жаңағы ашық болады екен, қорықпайды екен, иә. Еңбек белсенділігін төмендеуі және өзгере алмау. Еңбек белсенділігіне қатысты айтатын болсақ, бұрында жаңағы жұмысқа жаңадан келген кезде 2-3 семьяның кейсін қарастырып, выездқа да барып кеп, жаңағы одан да басқа жұмыстарды жасап жүрген кезде, қазір бір семьяға выездқа барып келсеңіз, болды, жаңағы шаршаңқы бір күйде болуыңыз мүмкін. Осылай біздің ағзамыз ең алдымен психологиялық тұрғыдан белгі берсе, одан кейін біз оған назар аудармасақ, ол бізге мінез құлық арқылы жаңағы қандай да бір белгілерді береді екен, күйіп бара жатсың деген. Және оған да назар аудармайтын болсақ, біздің ағзамызда физикалық өзгерістер пайда болады екен. Ол біздің арқамыздың, беліміздің ауруы, иә, дәмдік құмарлықтың өзгеруі, мысалы, тым тәттіні жақсы көріп кетеміз, не болмаса тым ащыны тұтынып кетеміз, иә. Диарея, иә, қандай да бір сәттерде болып жатады. Қан қысымның төмендеуі, не болмаса жоғарылауы, таңертең оянған кезде шаршап тұру, түнімен ұйықтап тұрсақ та, таңертең оянған кезде шаршаңқы күйде ояну, бұл біздің физикалық
белгілерге жатады екен. Асқазан ішек аурулары, тамақ ішкеннен кейін бір ауырсынуды сезіну, иә, басымыздың ауруы, иә, кейде бір жаңағы ұстамам ұстап тұр, басым ауырып тұр деген сәттер болады адамдардың бойында. Бұл біздің физикалық жаңағы белгілер екен. Ұйқысыздық, түнгі 2-3-ке дейін ұйықтай алмау, не болмаса таңғы 4-5-те оянып алып жаңағы бірдеңкені ойлап жату, бұлшық етінің тырысуы, иә, қолым тырысып қалды, аяғым бүйтіп қалды деген сәттерде бұл біздің физикалық ағзамыздың уже жаңағы бүкіл организм сигнал беріп жатыр, иә, бізге. Одан кейін салмақты жоғалту, не болмаса салмақтың тез қосылуы. Бұның бәрі біз кәсіби күйу синдромына шалдыққанымыздың физикалық белгілері. Мына қараңыздаршы әріптестер, біздің ағзамыздың өзі қандай ақылды. Бірінші психологиялық тұрғыдан жай жаңағы симптомдарын белгісін береді. Егер біз бұған назар аудармасақ, кейін мінез құлқымыз өзгере бастайды. Одан кейін уже ағзамыздың кәдімгідей жаңағы мыналардың нәтижесінен кейде неше түрлі бір аурулардың да пайда болуы әбден мүмкін. Егер өзіңіздің бойыңызда осындай белгілерді байқасаңыздар, демек бір кәсіби күйудің қандай да бір деңгейінде тұрсыз деген сөз. Мүмкін жаңағы шаршау, не болмаса жаңағы күйу деген сияқты, иә. Бұл енді тек қана әлеуметтік қызметпен байланысты емес, осының алдында да сіз неше түрлі жаңағы мекемелерде жұмыс істеуіңіз мүмкін, иә. Соның бәрі жаңағы артыңыздан келуі мүмкін, егер сіз өз-өзіңізге көмек көрсете алмасаңыз. Енді сіздерге мынандай кішігірім тапсырма. Осының бәріне не әсер етеді? Не үшін пайда болады? Неше түрлі мінез құлықтың өзгерісі, ашу, ыза, жұмысқа деген немқұрайлық қарау деген сияқты. Қандай факторлар әсер етеді? Сол туралы чатқа бөлісіп кетсеңіздер. Ол құрдан босқа адам ондай болмайды ғой. Жұмысқа жаңадан кірген кезде бізден риза ешкім жоқ болмайды, иә. Жаңағы жұмысқа алғаннан кейін, жұмысқа кіріп бір 2 апта, 1 ай жұмыс істеген кезде жұмысым күшті, қуанып жүреміз, иә. Мен жұмысқа тұрдым, жұмыста мынандай болып жатыр деп жұмыста жаңағы үйде де жұмыстың жақсы тұстарын айтып жүреміз. Бірақ уақыт өте келе жұмысқа деген бір жаңағы жағымсыз ойлар пайда болады екен, иә. Оған қандай факторлар әсер етеді екен? Әріптестеріміз жазылып жатыр. Уақытылы демалу керек дейді әріптесім. Өте дұрыс айтасыз, иә. Уақытылы демалмаудың да өзі бізді эмоционалдық күйуге алып келуі әбден мүмкін екен, фактор ретінде. Әріптестер, сіздер чатқа бөлісе берсеңіздер болады, иә. Енді стрессорлар не бізді стресске жүгіндіреді және ненің әсерінен біз эмоционалдық күйуге тап болуымыз мүмкін? Локацияны өзгерту керек дейді әріптесіміз. Өте дұрыс айтасыз, иә. Бұл негізгі фактор ретінде 4 фактор қарастырылады екен. Өндірістік, құрылымдылық, мамандықты сақтауға байланысты және тұлғалық. Егер өндірістікке қарайтын болсақ, бұл біздің еңбек жағдайымыз, жұмыс орнымыз қалай орналастырылған, жұмыс орнымызда қажетті дүниенің бәрі бар ма, мысалы компьютер, принтер деген сияқты дүниелер, иә, отыратын орнымыз, не болмаса жаңағы әлеуметтік қызметкерлердің жұмысына тығыз байланысты жұмысының біраз уақыт бөлігін жаңағы біз жұмыс орнынан тыс өткізуімізге мәжбүр болғанымыз. Енді бұл әлеуметтік қызметтің ерекшелігі, иә. Біз выездқа барамыз, неше түрлі серіктестердің жаңағы несіне барамыз. Сол себептен біз жаңағы өндірістік стресстерге тап болады екенбіз. Құрылымдылық, кәсіптік қызметті ұйымдастыруға қатысты бір әлеуметтік қызметкердің үстінен қарайтын бірнеше басшы болуы мүмкін. Біздің басшылардың да үстінен қарайтын бірнеше тараптар болуы мүмкін. Осы тараптардың арасында келіспеушілік болып қалған кезде, не болмаса әр тарап өзінің тапсырмасын берген нәрсесін маңызды деп санайды. Сондай кезде біз стресске тап болады екенбіз, иә. Мамандықты сақтауға байланысты факторға келетін болсақ, біздің жұмысымыздың өзі ерекше. Адамдармен жұмыс істейміз. Кейде адамдардың өмірі үшін, балалардың өмірі үшін жауапкершілікті сезінеміз, иә. Көп нәрсе біздің жаңағы қарым-қатынасқа да байланысты болуы мүмкін. Сол себептен де біздің мамандығымыз адаммен жұмыс істейтін болғаннан кейін стресстік болып табылады. Тұлғалық, енді бұл жеке әр адамға байланысты. Әрқайсымыздың өмір тарихымыз бар, иә. Адамға кішкентай кезімізден келе жатқан сәттер бар, әсер ететін. Одан кейін бірінші жұмыстағы жаңағы
тәжірибеміз байланысты, иә, одан кейін әрқайсымыздың психотипіміз әртүрлі, иә, ақпаратты қабылдау деңгейіміз әртүрлі ақпаратқа деген беретін кері байланысымыз әртүрлі. Сол себепті біздің әрқайсымыздың тұлғалық ерекшелігімізде стресске жаңағы қаншалықты төзімді не болмаса төзімсіз екенімізді белгілейді екен, иә. Әріптестеріміз чатқа бөлісіп жатыр. Белсенділіктеріңізге көп рахмет, әріптестер. Өзге әріптестердің жұмысқа жауапкершіліксіз қарауы, тапсырманы өз мәнінде орындамауы, шамадан тыс ауыртпалық, бірнеше адам орнына жұмыс жасау. Иә, әрине, бұл да стресстің факторы ретінде қарастырылады. Иә, бұл көбінесе мына құрылымдылық деген стрессерлік факторге жатады екен, иә. Жұмыс болғаннан кейін, әріптестер болғаннан кейін, ұжым болғаннан кейін, бәріміз бірдей, мына әрқайсымыз әртүрлі болғаннан кейін, әр тұлға әртүрлі болғаннан кейін, жұмысқа деген көзқарасымыз да әртүрлі болады. Сол себептен біз бұған да жаңағы ескере назар аудара білу керекпіз. Жаңағы көбінесе неге ондай болады деген сұрақтар қоюымыз мүмкін, иә. Мен неге жұмысқа бұлай қараймын, ал басқа әріптесім бұлай қарайды деген кезде, сіздерге мына кесте өте жақсы жауап береді. Бұл жерде фактор ретінде, күйіп кетуге фактор ретінде екі үлкен фактор әсер етеді екен, иә. Стрессор ретінде 4 бөлім қарастырылса, фактор ретінде екі үлкен бөлік қарастырылады. Ол тұлғалық және жағдаяттық. Фактор ретінде тұлғаның өзі қарастырылады және болып жатқан жағдай әсер етеді екен. Тұлғаның жаңағы тұлғалық бөлімге назар аударатын болсақ, егер адам өзінен және басқалардан өте үлкен үміт күтетін болса, бұл оның күйеуіне де әсер етеді екен. Яғни мен мынадан да жақсы жасай аламын, не болмаса неге басқалар ондай жауапкершілікпен қарамайды деген сәттер болатын болса, бұл әсер етеді екен. Одан кейін қараңыз, мына жерде астында жоқ дей алмау, мақсатқа деген қатты бейімделу, я перфекционизм деп айтып жатамыз, я. Көбінесе жаңағы кейбір сәттерде болады, ол көбіміздің ойымызда бар, ол біздің менталитетке де байланысты. Жаңағы бүгін әдемі болып тұрсың, не болмаса мына көйлек саған жақсы жарасады екен десе, біз жаңағы қойшы, қайдағыны айта бермей, бұл баяғы көйлек қой, 1000 жыл бұрын алған деген сияқты сәттер болуы мүмкін. Яғни бұл жерде біз тіпті жағымды бізге деген бір коммуникацияны, жағымды бір ақпаратты қабылдай алмаймыз, иә. Біз көбінесе басқаларға беріп, басқаларға жаңағы сол комплимент айтуды үйренгеннен кейін, көбінесе фактор ретінде тұлғаның өзі қарастырылады екен. Күйеуге себепші болатын ең бірінші ол әр тұлғаның өзі. Енді жағдаяттыққа келетін болсақ, жаңа айтып кеттік, әртүрлі тараптар арасындағы келіспеушілік, конфликттің деңгейі өте жоғары болған кезде, одан кейін жаңағы уақыттың аз болуы, жұмыстың тым көп болуы, одан кейін біздің жұмысымыздың ауыр болғанымен, кейде көп семьямен жұмыс істегеннен кейін жаңағы бәрінде бірдей бәрі сәтті болмайды ғой, бәрі идеально болмайды адаммен жұмыс істегеннен кейін. Сол кезде біздің еңбегіміздің бір бағаланбай қалу сәттерде сол жағдайларда жаңағы әсер етеді екен. Әріптестер, енді ары қарай жалғастыратын болсақ, егер біз үнемі неше түрлі бағана эмоцияларды қарастырдық қой, үнемі өзіміздің бойымызда қайттан түске қайтарамыз, мынау сызықтан төмен жағымсыз эмоцияларды сезінетін болсақ, біз соғұрлым өлімге жақын болады екенбіз. Ал егер біздің бойымызда жаңағы оптимизм, қабылдау, кез келген сәтке деген ризашылық, бірегейлік деген сияқты сезімдер болатын болса, жағымды эмоциялар болатын болса, онда біз бақытқа жақындай түседі екенбіз. Осы жаңағы суретті мен сіздерге көрсету арқылы, егер біз үнемі кез келген ситуацияда жағымсыз эмоция сезінетін болсақ, бұл тек қана өзімізге зиян келтіретінімізді көрсеткім келіп отыр. Енді мына жерде мен әдейі презентацияны аудармадым, себебі кейде аударған кезде
оның маңызы, жеткізетін ақпараты өзгеріп кетуі мүмкін. Сол себептен мазасыздықтың артында не тұр? Мына жерде қараңыздаршы, ең бірінші жағымсыз ойлар. Иә, дұрыс емес, негативті ойлар. Одан кейін жаңағы неше түрлі түрлер тұрады. Иә, не үшін мен мазасызданамын? Себебі мынандай сәттер болуы мүмкін. Не үшін мен ашуланамын? Себебі менің жаңағы бойымда бірдеңкеге деген өкініш болуы мүмкін, уайымдау деген сияқты болуы мүмкін, жаңағы көңіл қалу деген сәттер болуы мүмкін. Иә, осы презентация мен сіздерге жіберем, үнемі жаңағы өзіңізде жеке уақыт болған кезде қарастырып шықсаңыз болады. Себебі бұл ертең сіздің жұмысыңыз бен денсаулығыңызға өте тығыз байланысты. Ұяттың артында не тұрады? Ұялу, қысылу деген сияқты неше түрлі жаңағы. Одан кейін ренжігіш, иә, жаңа әріптестеріміз айтып жатты ғой, жан-жағына ренжіп жүреді үнемі деп. Соның артында не тұр? Жаңағы біз неге ренжи береміз? Басқалардан күткен нәрсеміз орындалмаған кезде біз ренжиді екенбіз. Не болмаса біздің қажеттіліктерімізді жасамаған кезде, біз қалағандай жасамаған кезде, не болмаса біз қаламағандай жасаған кезде жаңағы біз ренжи бастайды екенбіз. Әділетсіздік болған сәттерде ренжиді екенбіз. Және тітіркену, оның артында не тұрады? Иә, қайтадан қараңыздаршы, қажеттіліктердің қанағаттанбауы, одан кейін жаңағы өзіміздің қандай да бір ойларымызды басу, соның бәрі жаңағы біздің бойымызда неше түрлі негативті эмоцияларды тудырады екен. Енді бұл не екенін, қалай пайда болады екенін, оның артында не тұрғанын, тіпті өзімізге жаңағы бір сәтке үңілу арқылы қандай эмоция сезіп тұрғанымызды біле алсақ, біз бұнымен не істей аламыз? Ең алдымен мынандай сіздерге жаңағы диаграмма, не болмаса шаршы или колесо деп айтады, иә, балансы деп айтады, тепе-теңдіктің шаршысы деп айтсақ та болады. Осыны толтырып шығу керек. Яғни менің өмірімде қай тұс қанша балға мен бағалаймын. Мысалы, денсаулық тарапын, егер менің бойымда қандай да бір жаңағы сәттер болатын болса, мені мазалайтын, оны мен 7-ге бағалаймын. Жеке қарым-қатынастарым, иә, қаншалықты қарым-қатынасым жақсы қалыптасқан, қаншалықты мен өзімді әлеуметтік тұрғыдан жаңағы дамыта алдым деген сияқты нәрселерге өз-өзімізге баға береміз. Себебі біз өзіміздің өміріміздің экспертіміз, біздің клиенттер сияқты, иә, және біздің кез келген тұсымызды бағалай алатын, адекватты баға бере алатын, ол тек қана бізбіз. Осы инструментті алып, әрқайсысын жаңағы белгілеп, одан кейін мына жерде мынандай график шығады, сонда төмен түскен біз дамыта бастаймыз. Мысалы, бізде хобби тұрғысы төмен болса, менде ешқандай қызығушылық жоқ, ешқандай хоббиім жоқ екен деген кезде жаңағы іздене бастаймыз. Мені не қызықтырады, не қалаймын, не үйренгім келеді, қандай дағдымды дамытқым келеді деп. Келесі жұмыс барысында міндеттер картасын мынандай графикке, диаграммаға ұйымдастырсаңыз болады. Яғни бір аптаға деген жасайтын дүниелердің бәрін осы диаграммаға жазып шықсаңыз болады. Бұл мына бұрышына қарай көк бағамға тек қана өте маңызды және өте шұғыл жасалатын дүниелер жазылады. Одан кейін одан жоғары маңыздылығы кішкене төмендеу, бірақ сонда да шұғыл жасайтын дүниелерді жазып шыға аласыз. Одан кейін қызыл бағамға жалпы маңызды, бірақ өте шұғыл емес нәрселерді жазып шығамыз. Және мына жерге де тура солай маңызды, бірақ та жаңағы шұғылдығы төмен нәрселерді жазып шығамыз. Сол кезде біздің жаңағы бір аптаға жасайтын әрекеттерімізді біз кәдімгідей жаңағы бөліп тастаймыз. Бірінші нені істеу керек, одан кейін ары қарай не жасай аламыз, нені жаңағы кейінірек жасасақ болады, не маңызды деген сияқты. Сол кезде біздің миымыздағы мына тұрған ақпараттың бәрі қағазға түседі да, миымыз біршама босайды. Кейде жаңағы бір жұмысбастылық, напряжение, бір неден бастарыңды білмейтін сәттер болады ғой. Сол кезде осы картаны қолдансаңыздар болады. Одан кейін үнемі жаңа айтып тұрмын, негативное мышление, оны жеңу үшін біздің өмірімізде бар заттарға ризашылықты білдіре алу керекпіз, және жаңағы өзіміздің жетістіктеріміз үшін өз-өзімізді мақтай алу керекпіз. Қазір сіздерге мынандай жаттығу. Мен мақтанғым келмейді, бірақ деп жаңағы өзіңіз бір өз-өзіңізді мақтайтын,
мүмкін іс жерде айта алмаған дүниені жаңағы жазып кетсеңіз, не болмаса айтып кетсеңіз болады. Мен бастап көрейін, иә? Мен мақтанғым келмейді, бірақ бір күнде 3 қалаға барып келген кезім бар. Әріптестер чатқа жазу арқылы, не болмаса микрофонды қосу арқылы жаңағы не үшін мақтанбайсыз, бірақ сізге бір жаңағы өзіңізді жайлы сезінетін, бір жетістік ретінде қарайтын нәрсеңізді айтып кетсеңіз болады. Мен мақтанғым келмейді, бірақ кеше сенбі күні 31 мектеп ата-аналарымен керемет семинар өткіздім. Керемет, Марал ханым. Марал ханымның жаңағы видео презентациясының өзінде қараңыздаршы, айтқан кезде эмоциялар қалай өзгереді, иә? Мен мақтанғым келмейді деп жаңағы улыбка появляется, себебі мы уже перестраивается. Какая ты молодец деп, жаңағы. Сол себептен осындай сәттерді көбірек жасау керек. Так, әріптесім тағы бөлісіп жатыр. Юлия ханым, мен мақтанғым келмейді, бірақ мен тез тіл табысамын дейді. Әріптестер, қараңыздаршы, әрқайсымыздың әртүрлі мақтанатын сәттеріміз бар. Және біз сондай сәттерді көбірек табатын болсақ, біздің миымыздағы жаңағы негативті ойларды, не болмаса жаңағы миымыз қалыптасып қалған бір ой түк шықпайды, ештеңе жасай алмаймын, қолымнан түк келмейді деген сияқты сәттерді алып тастауға көмектеседі. Әрине, бір рет жасағаннан одан нәтиже шықпайды. Үнемі қайталау арқылы біздің жаңағы бойымызда қандай мықты дағдылар бар, немен мақтана аламыз, сол сәттерді жаңағы жасап тұруға болады. Яғни бұл өз-өзімізге көмектесетін стратегияның түрлері, иә? Үтіктеу техникасы. Мысалы, қандайда бір ұрыс керіс, жанжал, не болмаса жаңағы бір өзімізді мазасыз, жайсыз сезініп тұрамыз ғой, иә? Сол кезде жаңағы өз-өзімізді үтіктеуге дағдылану керекпіз. Ол үшін ешқандай ақша керек емес, ешқандай жаңағы бір бөлек бөлмеге отыру керек емес, иә? Мысалы, мен әріптестер, мына сіздерге көрініп тұр ма? Қолыммен өзімнің жаңағы иығымнан бастап үтіктеп жатырмын, иә? Я разглаживаю все эмоции, все это состояние. Сол кезде менің миым жаңағы бір жағы конфликтті ситуацияны ойлап тұрса, екінші жағы қолыма сигнал беріп жатыр. Үтікте, иә? Сипала деген сияқты. Одан кейін кішкентай балада, иә, жаңағы естеріңізде болса, жылап жатқан кезде қолыңды алып, арқасынан бүйтіп сипаласаң, қоя қалады, иә? Ол жаңағы неше түрлі эмоциялардың жетегінде жылайды ғой. Тура солай біз өз-өзімізге көмектесе аламыз. Аяғымызды жаңағы осылай сипалап үтіктеу арқылы, иә, бұл үтіктеу техникасы дейді. Өз-өзімізге жаңағы осылай көмек көрсете аламыз. Енді бір сәтте қолыңыз тиген кезде осылай жасап көріп, өзіңіздің сезімдеріңізге жаңағы мән беріп көріңіздер. Осыны жасаған кезде мен не сезінемін? Мен бөлісетін болсам, тыныштық сезінемін. Все хорошо, все спокойно, все нормально деген сияқты, иә? Айна жаттығуы. Көбінесе жаңағы психологтар айтып жатады, таңертең жұмысқа шығар кезде, айнаға қараған кезде өзіңе мүмкіндігінше жақсы дүниелерді айту керек. Ал біз айнаға қараған кезде керісінше жаңағы ой, шашым ағарып кетті, әжім көбейіп кетіпті, бетім бүйтіп кетіпті деп жаңағы жағымсыз жаман жақтарын іздейміз ғой. Керісінше жаңағы жақсы тұстарын іздеуге ұмтылу керек. Мысалы, менің көзім қандай әдемі, жаңағы не болмаса қасым қандай, жаңағы одан кейін айнаға қарап бүгінгі күнге сәттілік тілеймін, сен қолыңнан бәрі келеді деген сияқты осы нәрсені жасау керек. Айнаға қараған кезде бірден негативті эмоция пайда болған кезде оны позитивке аударуға дағдылану керекпіз. Одан кейін мынау помидора деген техника, бұл өте пайдалы жұмысқа. Мысалы, кейде болады, иә, бір нәрсені жазу керек, не болмаса бір есеп жазу керек. Сол кезде бір 15 минуттық жұмысты біз күндерге созып жүреміз. Ертең жазам, бүрсігүні жазам деп жаңағы қойшы деп бір сондай сәттер болады, иә? Менде де болады ондай. Әлі жаңағы откладывать етіп, потом жазам деп. Ал шын мәнінде бұл 15-20 минуттық жұмыс. Соны жасау үшін жаңағы 25 минутқа таймер қоямыз. 25 минутқа таймер қоямыз да, жаңағы белгіленген жұмысты жасаймыз отырып. Есеп болсын, не болмаса қандайда бір құжатты толтыру керек болсын. 25 минут бойы ешқандай WhatsApp, Facebook, әріптестер келген,
бізді жаңағы назарымызды аудартқысы келсе, соған аудармаймыз. 25 минуттан кейін таймер аяқталған кезде ол сигнал береді ғой. Біз таймерді өшіреміз да 5 минут демаламыз. 5 минутта жаңағы WhatsApp-ыңызға кіресіз, Facebook-ыңызға кіресіз, әріптесіңізбен сөйлескенсеңіз болады. Сол осы техниканы үнемі қайталайтын болсаңыз, сіздің жұмыстағы тиімділігіңіз жоғарылай түседі. Яғни мида не болады? Мынаны бітіріп тастасам қазір 25 минут таймерға дейін. Онда менде демалыс болады. Яғни біз жаңағы мотивация береміз, өзімізге өзіміз. 5 минут демалам, кейде ол мен жаңағы 25 минут тым көп десеңіз, 15 минуттан бастасаңыз да болады. Үнемі демалысты да жаңағы 5 минутқа миға біз жаңағы үйрету үшін, дағдылау үшін 5 минутқа да таймер қоямыз. Себебі бәріміз үшін демалу деген керемет қой. Кім жеп көреді демалғанды? Жатып, телефон қарап, жаңағы неше түрлі нелерді TikTok, Instagramда да дүниелер қарап жатқан кезде біздің миымыз кәдімгідей демалады. Ему не нужно ничего делать. Он просто расслабляется и лежит. Тура солай жаңағы 5-ақ минут береміз ол нәрсеге. Себебі мидың өзі жаңағы демалғанды өте құптайды, жақсы көреді. Себебі ол кезде оған ешқандай нәрсе жасаудың керек емес. Помидор техникасы қолданып көріңіздер, тиімді, өзім де қолданып көргем. Одан кейін кез келген эмоционалдық жағдайда заземление техникасы деп аталады, не болмаса жаңағы ретке келу техникасы деуге болады. Бұл 5-4-3-2-1 жаңағы принципімен, қағидасымен жасалады. Бұл өз-өзімізді ретке келтіру үшін, жаңағы күйімізді реттеу үшін, жаңағы сабаға түсу үшін жасалатын техника. Кез келген стресстік жағдайда 5 зат қоршаған жаңағы ортамызда, біз отырған жерде 5 не көре аламыз. Мысалы, мен айна көріп тұрмын, терезе көріп тұрмын, есік көріп тұрмын, компьютер көріп тұрмын, телефонымды көріп тұрмын деген сияқты. Одан кейін 4 біз қолымызды ұстап көре алатын нәрсе. Мысалы, мен өзімді ұстап көре аламын, шашымды ұстап көре аламын, Үшінші 3 дыбыс мен не естіп тұрмын дәл қазір. 2 қандай иіс сезіп тұрмын, және 1 қандай дәм сезіп тұрмын. Осы сәтте біз миымызды жаңағы конфликттік ситуациядан неше түрлі анау бүйтіп айтты, мынау мынандай болды, жаңағы неше түрлі жаңағы қорқыныштарды тудырудың орнына біз миымызды былайша айтқан кезде отвлекаем. Ол кәдімгідей көзімен іздеп бастайды, көзге сигнал береді, ізде, қолға. Сол кезде біздің ойымыз жаңағы бөлінеді да, біз эмоционалды тұрғыдан жауап бермейміз кез келген ситуацияға кері байланысты, біз уже рационалды тұрғыдан жаңағы кері байланыс береді екенбіз. Сонымен қатар жаңағы не бар, 10 секундтың ережесі деген. Яғни кез келген ситуацияда жаңағы біреу сіздің бір ашуыңызды, не болмаса қандай да бір жағымсыз эмоцияны тудырған кезде бірден жауап беруге тырыспау керек. Іштен 10-ға дейін санауға тырысу керек. Сол кезде біздің жауабымыз эмоцияға емес, керісінше жаңағы ой елегінен өткен рационалды түрде қабылданған шешім болып есептелінеді. 10 секундтың ішінде біздің миымыз эмоцияны басып, жаңағы кәдімгі ойлану арқылы дұрыс жауап береді. Көбінесе біз көп конфликттік жағдайларға осы эмоцияның жетегінде кеткеннен кейін тап болып жатамыз. Өзіміздің отбасыларға да қарайтын болсақ, қиын өмірлік жағдайға тап болған. Олардың да жаңағы басты қатесі эмоционалдық тұрғыдан көп нәрсеге жауап беруі, көп нәрсеге эмоционалдық тұрғыдан қарауы. Сол себептен осындай жағдайға тап болып жатады. Сол себептен 10 секунд не болмаса мына сабаға келу техникасын қолданып жүріңіздер. Одан кейін супервизия барысында да мен Ақтөбе облысында, Ақтау облысында да әріптестерімізбен жаңағы тәжірибеде практиковать еткенбіз. Демалу гимнастикасы. Демалу ол бостан босқа жаңағы адам дүниеге келген кезде, әйел кісілер, әйел қауымы білеміз, дұрыс демалсаң ғана осы процесс жағымды, жақсы өтеді. Ал егер жаңағы қандай да бір дұрыс емес нәрселерді демалу арқылы дыши деп жатады, дұрыс жасамасақ, ол баланың да өзіміздің де денсаулығымызға үлкен әсер етуі мүмкін. Тура солай, мынау кез келген жағдайда да демалу бізді ретке келтіруге көмектеседі екен. Яғни демалған кезде мына жерде 4 стрелка тұр, демді алу 4 секунд, демді ұстау 4 секунд, демді шығару 4 секунд, келесі демалуға дейін қайттан пауза ұстау 4 секунд. Соның өзін бір рет жасасаңыз 12 секунд.
Я 12 секундта біздің миымыз уже эмоционалды тұрғыдан емес, жаңағы басқа рационалды тұрғыдан шешімді қабылдайды екен. Яғни бұл жерде жаңа неше түрлі қорқыныш, ашу, кішкентай кезіміздегі травмалар әсер етпейді, кәдімгідей бізге қауіпсіз, бізге тиімді шешімді қабылдауға мүмкіндігіміз бар. Және демалу кезінде неге маңызды бұл? Біз жаңағы демді ауаны терең алған кезде оттегі біздің миға барады. Оттегі барады, қан ауысады, және соның бәрі жаңағы біздің эмоцияларымызды түсіруге көмектеседі екен. Одан кейін дыбыстық гимнастика өте маңызды, қолдансаңыз да болады, иә. Неге, мысалы, эмоцияны шығарудың жолдары тек қана жаңағы бір сезіміңді айту, не болмаса сурет салу емес, жалпы жаңағы қандай да бір әрекет жасау. Сол себептен мына гимнастиканы да қолдансаңыз да болады. Мына әріптерді өлең ретінде айту неше түрлі жаңағы жақсы әсер тигізіп, одан кейін жағымсыз эмоцияны шығаруға көмектеседі екен. Өлең айтудың өзі жаңағы өлеңнің өзі бір не сияқты ғой, дұға сияқты, иә, былайша айтқан кезде. Өлең арқылы біз жаңағы жанымызды емдейді екенбіз, және осылай өзімізді ретке келтіре алады екенбіз. Мысалы, мына жерде неше түрлі әріптер беріліп тұр, иә, деп жаңағы айтқан кезде біздің ағзамызға неше түрлі жағымды сәттер, пайдалы сәттер болады екен, иә. Сурет салу ол баршамызға таныс, баршамызға белгілі. Ол стресске біз тап болған кезде, ол кішкентай кезімізден келе жатқан нәрсе, иә. Мысалы, әйел адамдар кішкене ашуланса, бір кішкене ұрысқа тап болсақ, иә, үйдің өзінде бірден жаңағы үй жинағымыз келеді, иә. Бірдеңкелерді жасап, тез жаңағы үнемі жасамай, бір қолымыз тимей, не болмаса бізде жалқаулыққа салынып жүрген нәрсенің бәрін жасап кетеміз, иә. Бұл біздің миымыздың мына стресспен күресудің бір жолы. Яғни денені қозғалту арқылы, бірдеңке жасау арқылы біз жаңағы стрессті бойымыздан шығарады екенбіз. Сол себептен сурет салсаңыздар болады, үй жинасаңыздар болады, жаңағы кез келген нәрсені дененің қимылы арқылы. Неше түрлі жаңағы анау жаттығулар бар ғой, қолымызды жоғары көтеріп, шетке сермеу, одан кейін жаңағы айқастыру деген сияқты. Соның бәрін жасаған кезде миымызға сол әрекеттерді жасау үшін сигналдар береді ғой миымыз. Сол кезде миымыздың жаңағы эмоциямен жауап берудің орнына көп күші жаңағы әрекеттерді жасауға жұмсалады екен да, біз шешімді эмоционалдық тұрғыдан емес, рационалдық тұрғыдан қабылдайды екенбіз. Енді бұл нені уақыт тапшылыққа байланысты мен сіздерге бір келесі жолы беріп кетермін деген ойдамын. Жалпы өз-өзімізге көмектесе алатын 6 нәрсе бар. Ең алдымен бұл физикалық тұрғыдан өз-өзімізге көмектесу, таңертең жаттығу жасау, дұрыс тамақтану, дұрыс ұйықтау, жеке өмірімізге деген дұрыс көзқараспен қарау, психологиялық тұрғыдан өз-өзімізге көмек көрсету. Неге бұл сәтте мен дұрыс емес бір көзқараспен қарадым? Неге бұл ситуация мені жаңағы ренжітті? Не үшін жаңағы мен осылай реакция бердім деген сияқты өз-өзімізге жаңағы сұрақтар қойып рефлексия жасау керекпіз. Бүгінгі күнде 3 нәрсеге мен неге ризамын? 3 нәрсені не менің жаңағы жағдайымды нашарлатты деген сияқты сәттерге назар аудару керекпіз. Эмоционалдық тұрғыдан өз-өзімізге көмектесу, рухани тұрғыдан өз-өзімізге көмектесу. Рухани тұрғы мен эмоционалдық тұрғы өте тығыз байланысты. Рухани тұрғыға неше түрлі оймен жұмыс істеу, одан кейін жаңағы табиғатта серуендеу, медитация, дұға жасау, йога деген сияқты сәттер жатады. Я, бұл сәтте біз өз-өзімізбен бірге жұмыс жасайды екенбіз. Одан кейін өте бір маңызды сәтіміз жұмыс пен отбасылы арасында тепе-теңдік. Жұмыста болып жатқан нәрсені үйге алып келмейміз, үйде болып жатқан нәрсені мүмкіндігінше жұмыста талқыламаймыз. Және кәсіби тұрғыдан өз-өзімізге үнемі көмектесу, себебі әлеуметтік сала ол күнде өзгеріп тұрған сала. Кейде бір нәрселерді білмеуіміз мүмкін, біліктілігіміздің төмен болғаннан кейінде біз неше түрлі стресске жаңағы бейім болуымыз әбден мүмкін. Және мына жерде мен сіздерге өте маңызды видео көрсеткім келіп отыр. Біз өзіміз қалай өзіміз сезінсек, тура соны отбасымызға береді екенбіз.
Яғни осы видео арқылы біздің бойымызда қандай құндылықтар, қандай ой болса, қандай эмоция болса, соның бәрін біз жақындарымызға беріп отырады екенбіз, өзіміз байқамай. Және ең бастысы, әрқайсымыздың үйімізде бала бар, балалар оның бәрін көріп өседі, ертең олар да стресске осындай жауап беру дұрыс екен деген бір ой қалыптасып қалуы мүмкін. Сол себептен ең алдымен біз өзімізбен жұмыс жасау керекпіз. Енді осымен менің әріптестер ақпаратым аяқталды. Кәсіби күйу синдромы ол не, қандай факторлар әсер етеді, стрессорлар қандай бар. Сонымен қатар менің басты мақсатым сіздерге практикалық жаттығуларды ұсыну, өз-өзіңізді ретке келуге неше түрлі жаңағы инструменттер беру болған. Енді кем дегенде біреусін қолданып бастасаңыз, соны дағдыға айландырсаңыз, бұл сізді ретке келтіруге, шешімнің бәрін эмоционалдық тұрғыдан емес, рационалдық тұрғыдан қабылдауға көмектеседі деген ойдамын. Сұрақтарыңыз, кері байланыс бар болса, мархабат, сіздерге 1-2 минут уақытымыз бар. Бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз, кері байланыс бар болса. Назира ханым, бүгінгі семинар өте керемет тақырыпта өтті. Мен үшін өте пайдалы болды. Техникаларыңыз да керемет екен жұмыс барысында қолдануға. Жалпы мынандай сұрақ болып тұр менде. Менде мысалы мен психологпын, маған келеді ата-аналар, көбінесе мына үйде бала мен бала тәрбиесінде отырған аналар бар ғой. Соларды көбінесе бірінен кейін бір бала босанады, содан кейін біреулер оны послеродовой депрессия деп атады, иә. Бірақ көбінесе осы бала босанып отырса да, сол адамдарда көбінесе күйреу болады. Иә. Қуаныш, бала бағып отырмын, мен бала тәрбиелеп отырмын деген қуаныштан гөрі, ана бала бағудан шаршап отырған аналар бар. Қазіргі кезде сондай болып баратыр. Себебі ол адамның жеке басының, сізге экранға көрсеттім, көріп тұрсыз ба? Әр адамның бойында осындай баланс шеңбері десем болады, колесо балансы дейді. Мынаның бәрі жаңағы өзіміз қанағаттанатын деңгейде болған кезде мен өзімді бақытты сезіне аламын, балаларым да, отбасым да мен үшін бақытты болады. Ол әйел адамдар мүмкін жаңағы кез келген эмоционалдық күйреу, ол бағана көріп тұрсыздар, неше түрлі қажеттіліктерін қанағаттанбағаннан кейін пайда болады. Сол себептен мүмкін ол әйел адамдар өзінің бойындағы қандай да бір ресурсын, не болмаса қандай да бір талантын, дағдысын дамыта алмаған. Сол себептен олар өзін мүмкін. Сол себептен ол кісілермен осы инструментті қолданып, не үшін олар өзін жаңағы балаларын және осындай сәтте, балаға жете алмай жүрген қаншама отбасы бар, былайша айтқан кезде. Не үшін олар өзін солай сезінетін анықтап, және өздерінен не жасай аласыздар осыны дамыту үшін деген сияқты сұрақ қойсаңыз болады. Ол жерде мысалы әлеуметтік тұрғыдан ол өзін әйел ретінде, ана ретінде жаңағы дамытты, қалыптастыра алды, балалар дүниеге алып келді. Бірақ әлеуметтік тұрғыдан мүмкін жаңағы оның бойында қандай да бір керемет бір дағды бар шығар, не болмаса керемет бір талант бар шығар, мансап, карьера, кәсіп жағынан может дамығысы келеді шығар. Соны өзі іздеп табу керек. Біз олар үшін ешқандай шешім қабылдай алмаймыз. Осыны жасап көріңіз. Себебі бізде бәрі баланста болу керек, жеке өмір мен жұмыс. Екі жақта да біз жаңағы өзімізді, сіз бағана өзіңізді 7-ші сатыға қойғандай сезінетін болсақ, мен жақсы анамын және жақсы маманмын деген сезім болған кезде бізде жаңағы баланс болады. Рахмет, өте керемет. Енді жалпы өзінің қызығушылығын және ресурсын табуына жұмыстанамыз ғой, келген кезде. Іс тігумен айналысамын, бір тағам пісірумен, сосын бізде курстарға қатыстырамыз, аналарды сондай жол көрсетіп жібереміз. Жалпы сіздің семинарларыңыз өте керемет деңгейде өтеді, маған ұнайды. Осы өткенде осының алдында өткіздіңіз ғой, отбасының күшті жақтарына, ішкі және сыртқы ресурстарына сүйене отырып жоспар құру. Кейс бойынша, кейс талдау. Сол мен өзімнің коллективіме, ұжымдарыма өткізіп, сол кейс талдауды жасаған болатынбыз сіздің семинар барысын ары қарай практика жүзінде тағы да түсіндіру мақсатында өзіміздің мамандарға. Өте керемет деңгейде өтті. Рахмет, Марал апай. Сіздерге пайдалы болса, әріптестер,
алыңыздар, қолданыңыздар. Бізге сіздердің кері байланыстарыңыз шабыт, ары қарай дамимыз, ары қарай іздейміз. Себебі бәріміздің мақсатымыз бір. Балалар, отбасы, біздің еліміздің жағдайы, балалардың әл-ауқаты. Себебі бүгінгі балалар ол ертеңгі ересек. Рахмет, Марал апай. Белсенді болып отырған әріптестер Юлия да жазып жатыр. Жақсы болды, рахмет деп. Мына жалпылауға емес, керісінше мен өзіме бүгін қандай нақты техника алдым, қандай ақпарат алдым деп біз нақты қарайтын болсақ, онда біздің жаңағы бойымызда сұрақ көп болмайды. Себебі кешкісін ұйықтар алдында өзімізге сұрақ қойған кезде мен не үйрендім бүгін кезде? Мысалы, мынандай техника үйрендім, мынандай нәрсені жасап көрдім деген біз конкретный сұраққа конкретный жауап бере аламыз. Сол кезде біздің миымызда мынандай галочкалар болады, былайша айтқан кезде мынаны жасадым, мынаны жасадым, мынаны жасадым. Ал осындай қандай да бір нәрсені үйренсек, не болмаса жасасақ, не болмаса жаңадан ақпарат алсақ, бұл біздің миымыз үшін негативті ойларға емес, осыны қалай жасасам, осыны қалай дамытсам деген сәттерді тудыруы мүмкін. Рахмет, әріптестер, белсенділіктеріңізге рахмет, қосылып отырғандарыңызға рахмет. Бұл семинар жазылып жатыр, YouTube-қа салынады. Уақыт өте өзіміздің бойымызда кейде бір күйеу сәттерін байқасақ, қайттан қосып, осы техникаларды алып, не болмаса басқа да техникаларды қарастырып, қазір бәрі дамыған ғой, интернеттің өзі, өз-өзімізге өзіміз көмектеспесек, ешкім бізге көмектесе алмайды. Ол Марал ханым жақсы біледі, психологқа ойлайды, ол миын реттеп береді деп, ал шын мәнінде миымен жұмыс істейтін тек қана біз өзіміз. Рахмет, сұрақтарыңыз басқа болмаса, кері байланыстарыңызға рахмет, қосылып отырғандарыңызға рахмет. Келесі вебинарларда кездескенше, мамыр айының басына дейін біз сіздердің әлеуметтік салада бір ақпараттандыру деңгейін жоғарылату үшін, біліктіліктеріңізді арттыру үшін, қандай да бір тақырыптар байланысты білімдеріңізді арттыру үшін осындай вебинарлар легін өткізіп отырамыз, қосылып отырыңыздар. Енді бұдан кейін анонсты ертерек жіберіп отырамыз. Бүгін негізі әдейі бір эксперимент ретінде жасағанбыз. Жақсы, рахмет, көп. Рахмет, сау болыңыз. Кездескенше сау болыңыздар. Рахмет.